Жұмбақ махаббат, сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жұмбақ махаббат. Бір ауылда Кемел есімді жас жігіт өмір сүріпті. Ол өз ауылын жақсы көретін, бірақ жүрегінде бір ойы бар еді. Махаббатты тек шын табу. Ол махаббатты әдемі сөздермен немесе қымбат сыйлықтармен емес, жүрекпен сезіп, оған адал болуды қалады. Бір күні ауылға жаңа қыз келді. Айша өте әдемі, ақылды, және жайдары адам еді. Бірақ оның жанында бір жұмбақ нәрсе болды. Ол ешқашан өз сезімдері туралы ешкімге айтпайтын. Жанында жүргендер оның ешқашан сүймегенін, ешқашан ғашық болмағанын айта беретін. Бұл әрқашан Кемелдің қызығушылығын арттыратын. Айша мен Кемел алғаш рет ауылдың үлкен саябағында кезді. Кемел оны байқаған кезде жүрегі соғып кетті. Оның жүзінде бір нәрсе ерекше еді. Ол өзіне өте сенімді, бірақ сонымен қатар жұмбақ еді. Айша Кемелді көріп күлімсіреп сәлемдесті, бірақ ешқандай сөз айтпады. Кемел оның осы бейқамдығын жақтырды, себебі Айша өз сезімдерін аша бермейтін адам болып көрінді. Кемел бір күні Айшаны саябақта тағы да кездірді. Ол жақындап, сыпайы түрде: Айша, сенің көздеріңде бір ерекше жарық бар. Бірақ мен сені әлі жақсы біле алмай жатырмын. Сені не толғандырады? Деп сұрады. Айша сәл үнсіз тұрды да бір сәтке ойланды. Ол Кемелге қарап күлімсіреп: Мен махаббатты әдемі сөздермен, жалған уәделермен емес, адам бір-біріне шын жүректен беретін уақытымен бағалаймын. Сүйіспеншілік тек сөзбен айтылмайды. Ол сезімдер мен істерде көрінеді, деді. Кемел оның сөздеріне таң қалды, бірақ ол дәл осыны істеп жүргенін түсінді. Айша оны ұнататын еді, бірақ өз сезімдерін асықпай, күте отырып көрсетуге ұмтылатын. Ол шынайы, таза махаббатты қалайды. Сол сәтте Кемел жүрегінде бір нәрсе оянды. Ол жай ғана сөздер мен уәделерді емес, Айшаның жүрегінен шыққан шынайы махаббатты сезінді. Ол онымен бірге болуға дайын болды, бірақ бұл жолда оның ішкі әлеміне терең үңіліп, өз сезімдерін толықтай ашуға және махаббатты тек шынайы түрде өмірге енгізуге шешім қабылдады. Бірнеше айлар өткен соң, Кемел мен Айша бір-біріне шынайы сенім мен өзара түсіністікпен ғашық болды. Бірақ олардың махаббаты ешқашан сыртқы әлемге жалған әсер қалдырмады. Олар бір-бірінің жүрегінде көрген шынайы сезімдерді бағалап, қымбат сыйлықтардан, көп сөздерден гөрі бір-біріне әр сәтте қолдау көрсету арқылы бақытты болды. Махаббаттың тек сыртқы көрінісіне емес, ішкі мәніне мән беріп, шынайы болып қалу керек екенін олар өмір бойы түсініп өтті. Бұл махаббат туралы әңгіме шынайы сезімнің құндылығын көрсетеді. Махаббат кейде сөздерден гөрі іс-әрекеттермен, сеніммен және бір-біріне деген адалдықпен көрінеді. Сенің ойыңша махаббат деген не?